Армысыздар ма, құрметті көрермендер? Мен номер 68 жалпы орта білім беретін мектептен экоблогер номинациясына қатысушысы, оны сынып оқушысы Бақбердіқызы Сымбат, жетекшім Қожамұратова Зүлфия. Бүгінгі біздің басты міндетіміз жастарды табиғатты қорғауға шақыру. Еліміздің болашағы жастардың қолында. Сол үшін қолымыздан келгенше табиғатты қорғау керек. Табиғат жануар мен адамзаттың ажырамас бір бөлігі. Сол үшін табиғатта қажет ететін су ресурстарын, энергия ресурстарын және де қалдық заттарды тиімді пайдалана білуіміз керек. Ең алдымен біз табиғатты қалай тазарту жолдарынан бұрын оны өзіміз өз қолымызбен қалай бастап жатқанымызды көрсек. Экология ластануының басты себебі ол пластиктен жасалған қоқыс салғыш пакеттер мен пластик бөтелкелер. Пластик өндірісінің көлемі бүгінгі күнде 8,3 миллиардты құрайды. 40% 10-15 минутта қайта мұзға тасталатын полиэтилен пакеттер. Мысалға мына суреттерге қарасақ, бұл жерде біз екі фотоны көруімізге болады. Оның біріншісінде бізде полиэтилен пакет пен екіншісінде кәдімгі эко сөмкелер. Екеуінің де пайдасы мен зияны өте үлкен. Мысалға, полиэтилен пакетте зияны өте көп. Ол жан-жануарларға да, табиғатқа да үлкен зиянын алып келеді. Ал эко сөмкелер болса, кәдімгі табиғатқа да және де экологияға да өте пайдалы. Оған мысал көре өтсек. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Пакет керек ба? Жоқ, рахмет. Менің өзімнің сөмкем бар. Сіз полиэтилен пакетінің зиянын білесіз бе? Бұл пакет көп ер азаматтарды белсіздікке алып келіп, әйелдерді ана болу мүмкіндігінен айырады. Сол себепті біз өз экологиямызға пайдалы қайта өңделетін сөмкелерді пайдаланғанымыз дұрыс. Экологияға зиянын тигізіп жатқан тек қана полиэтилен пакеттер мен пластик бөтелкелер ғана емес, жердегі қауіпті қалдықтардың бірі ол резеңке. Олар қауіпті себебі олардың да ыдырауына көптеген уақыт қажет болады. 30-40 немесе 100 жылға дейін сақталады. Біз оларға екінші өмірде осындай қоқыс салғыш жәшіктерді қолымыздан жасасақ болады. Келесі кезекте бізде экология мен адамзатқа маңызы зор энергия қорларын үнемдеу. Оларға ең бірінші жарықты өшіруді ешқашан ұмытпауымыз керек. Энергия үнемдейтін шамдар мен жабдықтарды пайдаланған дұрыс. Жылу шығынын азайту үшін пәтердегі есік пен терезелерді тығыздап жапқанымыз абзал. Және де жылу тасымалдайтын контроллерді орнатқан дұрыс. Энергия ресурстарын үнемдейік. Энергия ресурсы қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі. Энергияны күндізгі кезде күн сәулесінен алған дұрыс. Келесі бізде су ресурсын үнемдеу және қалдықтарды тастамау. Суды үнемдеудің жолдары. Келесі кезекте біз экологияның тазалануына бірден-бір үлес қосатын факторды айтып өттік. Бұл бізде утилизациялауға арналған жәшіктер. Бұларда біз қағаздарды, шыны бөтелкелерді және де пластик, полиэтилен пакеттерді бөлек саламыз. Бұлар бізде экологияны таза ұстауға көмектеседі. Және де бұлардың арқасында біз мусорларға жаңа өмір сылай аламыз. Бүгінгі экоблогымызды қорытындылай келе, құрметті қала тұрғындары, құрметті жастар, ысырапшылдыққа жол бермейік. Өзгеруді өзімізден бастасақ, әлемді өзгерте аламыз. Қалдықсыз қоғам, қауіпсіз қала.